Allahu akbar, Allahu akbar. Omar радиаллаху анху қылышын беліне асып алып келе жатады. Содан Нуғайм ибн Абдулла деген бір сахаба көріп қалады оны. Өте енді бір нақты бір іске бағытталған түрде кетіп баратыр екен. Біреуді көздеп баратқандай. Сосын Алла Тағала сол жерде Нуғайм ибн Абдулла деген сахабаны кездесуін қалайды да, Нуғайм одан сұрайды: "Ей Хаттабул Омар, қай жаққа бет алдыңыз?" деп. "Мұхаммедті өлтіруге" дейді. Солай келе жатыр. Сол кезде енді аяқ астынан қандай нәрсе болады, бірақ сахабалардың барлығындағы келісілген сөз: пайғамбарымыз саллаллаху зиян тигенше бізге тисін. Күлліміз пайғамбарымыз жолында құрбан. Өйткені ол кісі Алланың сөзін толық жеткізу үшін, әлі де жеткізе беру үшін жаңағы жалғасу керек. Сонымен Омарға: "Сен оны егер осыны істеп қоятын болсаң, онда хашимиттер сені жайыңа қалдырмайды. Олар саған айтады: ана өзіңнің қарындасыңмен күйеу балаң неге түзеп алмадың" деп. Екеуін күнде қинап жүр ғой ол. Енді соларға деген жаңағы ызасымен сол жаққа бұрылады. Сол үйге келе жатады. Ол уақытта ол үйде Хаббаб ибн Арт деген сахаби, темір ұстасы болып істейтін. Өткенде айттық қой, арқасын күйдірді деп. Жаңағы кәпірлер. Сол кісі Хаббаб ибн Арт келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кезекте түскен уақиды оқып атады оларға. Өзі тереге жазады олар. Қағазға, тереге, әйтеуір бір нәрсеге шама келгенше аяттарды жазып, бір кішкене аяттар. Сол жерде оқып атқандары сол оқиға бойынша Тоха деген сүре бар. Тоха деген сүренің алғашқы аяттары дейді. Сөйтіп Омар келе жатыр деген кезде Хаббаб айтады: "Сіз жасырына қалыңыз" дейді, Фатима мен Сағид. Сөйтіп Хаббабты олар жасырып қояды, бір бұрышқа барып. Соң Омар кіріп келіп: "Не жаңа сендердің оқып атқандарың" деген сөздер айтылады. Сосын Сағид айтады: "Біз сөйлесіп отқан едік." Сосын Сағид айтады: "Қалай ойлайсыз" дейді. Омардың сөзі: "Сендер де мына дінімізді тастап бәле болдыңдар өздерің" дегендей. Сол кезде: "Қалай ойлайсыз сіз" деп жаңағы Сағид айтады оған: "Егер сіздің дініңізде ақиқат жоқ болса" дейді. Сол кезде кеп тарс еткізіп жаңағы Сағид тұрады. Хабарда келгендей. Сағид мына жаққа қалай одан сайын ұрғылап атқан кезде, әйелді қараңыз, иман жолындағы байланған нәрседе, мысалы тек қана махаббат сезім емес, келіп арашалап, Фатима мысалы Омардың қасында бір кішкентай қарындас келіп Омарды былай қарай итеруге тырысып, жаңағы арашалап алып жатқан кезі болғанда: "Тиіспеңіз оған, зиян тигізбеңіз оған" деген нәрселермен нетіп отқан кез. Өйткені өлтіріп қою мүмкін да, қатты тұрып отқан кезде. Өйткені Омар деген өте мықты бір күштің иесі еді ол негізі. Сол кезде жаңағы қарындасына келіп ұрып қалған кезде, қарындасы ана жерге ұшып түседі, бастан тиген, мына жақ жарылып кеткен, қан ағып жатыр. Сонда қарындасы жаңағы Омарға қарап айтады: "Бұға берсең сұға береді" деген нәрседен шығады да. Сол нәрседен негізінде: "Егер де сіздің дініңізде ешқандай хақ жоқ болса ше" дейді ағасына. "Ал мен шын айта аламын" дейді. "Алладан басқа тәңір жоқтығына куәлік беремін мен. Ал Мұхаммед құлы оның елшісі екендігіне куәлік беремін. Ал мен бұл хақтан басқаны сөйлемеймін" деген кезде жаңағы нәрсені, қан ағып атқан қарындасының жаңағындай сөйлеп тұрған нәрсесінің өзінде бір батылдықты көреді. Иман деген нәрсе, ол әйел заты болса да, ол иман адамға қуат беретін рух екен ол негізі. Көрдіңіз ба қандай? Омарға сөйлеп жатыр да, кімге? Омарға сөйленіп жатыр. Өзіңіз ойлаңыз да. Жаңағы жерде жүрегі елжіреу екінші мәрте кетеді ғой. Бағана біреуін көшіп баратқанда кетті ғой. Содан Омар аузы жабылған, қолдар басылған, жүрегі босап кеткен. Қарындас ана жерде жаңа хақты сөйлеп жатыр, шындықты сөйлеп жатыр да. Олар енді қазір шейіт кетіп қалса кетіп қалады, болды. Өйткені бүйтіп бір айтып қалмаса,
жаңағындай бұға берсең сұға береді дегендей нәрсе өзінің туысқан, өзінің ағасы болғаннан кейін де сол нәрсені айтады. Сол кезде Омар Алла Тағала жүрегін дәл сол оқиғаға, ана исламға келуінің өзінің жолын осындай бір оқиғалармен байланыстырған екен. Осы оқиғалар болу керек болды. Сонда жаңағы оқыған қағаздарыңды беріңдерші дейді. Сөз қалай кетіп жатыр енді. Жаңағы оқыған нәрселеріңді беріңдерші дейді. Омар жүрегін әкелді, Алла Тағала болды, түсіп жатыр. Оны тек дәреттілер ғана ұстайды дейді. Фатима жаңағы несі басылған жоқ әлі. Барда жуынып келіңіз, сонда ғана берем дейді. Омар қарындасының осы сөзіне дейін барып орындайды. Өйткені иман иесі сөйлеп жатыр да, құрметті жамағат. Сонда барып жуынып келген кезде қарындасы да жаңа күйеу баласы не болар екен енді мына жерде қазір. Қандай? Сөйтіп жаңа оқыған нәрселерін қолдарына береді. Ол осы Тоха сүресінің алғашқы аяттары. Омар елестетіңіздер, сол мына Құранға қарап жаңағындай оқып жатқан кезі. Жаңағы оқиғада келген Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир рахим. Тоха. Ма анзална алейкал Qur'ана литашқа. Сөзсіз бұл Құранды біз сен бақытсыз болуың үшін түсірмедік. Яғни саған бір қиыншылық әкелу үшін түсірмеген едік. Илля таскиратан лиман яхша. Тек қана кім Құдайдан қорқам десе, соның есін жиғызу үшін үгіт насихат болсын деп түсірдік. Танзилан мимман халақал арада ва самаватил ула. Бұл сондай жерді және жоғары биік аспандарды жаратқаннан түскен. Ар-Рахману алал арши истава. Рахман аршыға ұлыланған. Лаху ма фис самавати. Көктердегі нәрселердің күллісі оныкі жеңіп жатыр. Жаңағы жүрекке қонып жатыр. Ва ма фил ард. Жердегі нәрселерде оныкі. Ва ма байнахума. Екеуінің арасындағы нәрселерде оныкі. Ва ма тахта саро. Жердің астындағылар да оныкі. Қараңыздар. Ва ин ташхар бил қаули. Егер де сен бір сөзді әшкере айтатын болсаң, мысалы, иннаху яғламу сирра ва ахфа. Сөзсіз әшкере былай тұрсын, ол сырдан да құпиясын біледі дейді. Аллаху ла илаха илля хуа. Аллах, одан басқа тәңір жоқ. Лахул асмаул хусна. Күллі көркем, керемет есімдердің барлығы сипаттар оған ғана тән. Вахал атака хадису Муса. Бір қызық әңгімеге қарай тартады. Саған келмеді ме Мұсаның оқиғасы деп. Осы жерде қараңыз. Мұса деген қандай адам? Мықты адам болған білесіздер ғой, физикалық тұрғыдан да. Мұса пайғамбардың бір адамға қол тигенде өліп қалған туралы оқиға келеді ғой. Күшті жігітке сол күштінің оқиғасын келтіріп отыр ғой. Атадан қарас сөзбен сөздің несін келтіруі да. Әрде үлкен жігіт оқып отыр қазір Омар. Саған Мұсаның хабары келмеді ме? Изра анаран. Сол бір кез ол Мадиян елінен қоныс аударып келе жатқан кезде жолда бір отты көрді де өзінің отбасына айтты: "Ункусу, осы жерде кідіре тұрыңдар. Мен шынымен де анау жақтан бір отты байқап қалдым. Бәлкім мен сендерге ол оттан бір шоқтық алып келермін. Әу әжиду алан нари худа, немесе сол оттың қасынан бізге ары қарай тура жолды көрсетіп беретін бір адамды табармын." Фаламма атаха. Сөйтіп ол отқа қарай келген кезде нудия я Муса, шақырылды сол жерде ол: "Ей Мұса" деп. "Инни ана роббука", сөзсіз мен сенің Раббыңмын. "Фахлағын алейка", шеш анау екі аяқ киіміңді. "Иннака бил вадил муқаддаси туа", сөзсіз сен қазір Туа деген қасиетті ойпатта тұрсың. "Ва ана ахтартука", сөзсіз мен сені таңдадым өзіме, ей Мұса. Ана сөз оқылып жатқан кезде Омардың да жүрегіне кетіп жатыр ғой, әсер беріліп жатыр ғой да. "Фастами лима юха", жақсылап тыңда өзіңе уахи етіліп жатқан нәрсені. "Иннани ана Аллах", сөзсіз мен Алламын. "Ла илаха илля ана", менен басқа тәңір жоқ. "Фағбудни",
кәне маған ғибадат қыл. Қараңыздар. Ва ақимис салата ли зикри, намазды мені еске алуың үшін оқы. Ва аннас сағата атия, қиямет сағаты келе жатыр. Акаду ухфиха, жасырып қойдым оны, болатын күні ғана ашамын. Литурза күллі нәфсин бима тасға, күллі жан иесі өзінің ісінің жарылқауын не жазасын толық табу үшін дейді. Фәлә ясудданнака анха, ей Мұса, сені қиямет сағатынан біреу алыстатып, алып кетіп, тайдырып жүрмесін. Мән лә ю'мину биха, қиямет сағатына иман келтірмейтін адамдарға көп үйір болма, сені бұл жолдан алып кетпесін. Ваттабаға хаваху, өзінің көңіл қалауына ерген адамдар, фәтәрда, сөйтіп өмірлері заяға кетіп құрығандар олар. Қараңыздар. Вама тилка бияминика я Муса деген сөзіне қарасаңыз, Омар жа қылышпен шығып еді ғой. Омардың, Мұсаның қолында аса таяғы бар еді. Ей Мұса, ана оң қолыңдағы не? Алла біледі ғой не екен. Бірақ адамға жаңағыдай ішкі дүниесін шығару, пайғамбарлар Алла тағаланың уахиын алып атқан кезде қорықпайтындығы, жаңағы пайғамбарлыққа қарай дайындап атқан кезде, ей Мұса, анау қолыңдағы не? Мына жақта Омар ана қылышты не үшін алып келдің дегендей қылып атқан сияқты. Ей Мұса, анау қолыңдағы не? Қолахи асоя, бұл менің аса таяғым ғой. Атаваккау алейха, бұған кейде сүйенемін керек кезінде. Уахушу биха аля ғанами, қойларыма жапыраққа ағып беремін. Валия фиха маарибу ухра, сондай-ақ мұның басқа да пайдалары бар. Қала алқиха я Мұса, ей Мұса, таста оны. Осы жердегі жаңағы Омардың күйі Мұхаммед қайда дейді. Апарыңдар мені Мұхаммедке дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ана жердегі жаңағы Хаббаб атып шығып, Хаббаб ибн Арт атып шығады да, ей Омар, сүйінші, мен пайғамбарымыздың дұғасын өзім естігем. Ол айтушы еді, ана екі Омардың қайсысы сүйікті болса, я Аллахым, соның біреуін исламды қуатташы, соның біреуімен деп. Омар жүрек деген кетіп бара жатыр, Дәрул Арқам қалып бара жатыр, Хаббаб ертіп алып, жаңағы сүйіншісін айтады. Үлкен бір не де бұл, құрмет жамағат, андай қиналып жатқан кезде. Осындай бір адамның жаңағы дінге келуінің өзі бұл Құрайштар тарапынан үлкен потеря еді да, үлкен нәрсені жоғалттылар. Исламға қандай нәрсе келіп жатыр. Сонда келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға есіктің қағып, кіріп, пайғамбарымыз да бұл ешкімнен қорықпайды. Сол жерде келіп, Омардың жағы белбеуінен ұстады дейді бүйтіп. Ей Омар, қашанға дейін деп. Түйсігің бар еді ғой деп. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан Расулуллах деп. Омардың исламы осы жерде жарқ етеді, құрмет жамағат. Бұл күллі мұсылмандар үшін бір рухтарына ерекше бір нәрсе қосқан бір оқиға болды. Иншалла. Алла қаласа осы жерден тоқтап, келесі неде жалғастырамыз иншалла.